ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына деген екен түркі жұртының ұлы ақыны ойшыл Әлишер Науаи. Мен Еркін Аружан Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясының 4-ші сынып оқушысымын. Менің мектептегі ең сүйікті орным кітапхана. Фантастикалық жанрдағы кітаптарды оқығанды қатты жақсы көремін. Себебі кітап адам баласының жан азығы. Кітап бізге кемелденуге көмектеседі. Біз отбасымызбен бос уақытымызды пайдалы өткізуге тырысамыз. Менің әкешім мен анашым кітап оқудың пайдалы екенін әрдайым айтып отырады. Кітап досың, жолдасың, өмірдегі жолбасшың. Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмассың. Табыстырам бәрімен, өлең жыры әнімен, өрісіңді кеңейтем, жер айтып әріден. Қысқасы білімнің бәрі бәрімен. Әке, мен бүгін мектептен мистер ежелгі аңыз әңгімелер жолдары кітап оқып түсініп келдім, әке. Әке, сіз білесіз бе? Мифтарда адамзаттың алғашқы ой өрісі, ақыл парасаттылығы, сан алуан ғылымның, адалдықтың ұшқындары сол заманнан бастап бар екен ғой, иә әкешім? Дұрыс айтасың, қызым. Қай кезеңде болмасын, адал, парасатты, ақылды адамның мерейі үстем болады. Жақсы кітап, жан азығы дегендей, адам баласы оқу арқылы өмірді таниды, рухани кеңейе түседі, қызым. Иә, кітап адам баласының баға жетпес құндылығы. Сондықтан балапандарым, кітаппен адал дос болыңдар. Кітап оқу дегеніміз химиялық реакция сияқты. Реакциядан кейін бастапқы элемент өзінің бір қасиетінен арылып, жаңаша түрге енеді. Сол секілді сіз де кітап оқыған соң бұрынғы сіз болмайсыз. Өйткені кітап бізді құбылтады, өзгертеді, өсіреді. Әрбір отбасы бір даналық кітап секілді. Менің жанұям отбасылық энциклопедия.